Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен парасат пайымы деп аталатын бөлімдегі Талап Сұлтанбековтың өмірімен, шығармашылығымен таныс боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығарма үзінділерімен жұмыс, кейіпкерлеріне талдау, саралау жұмыстарын жасау. Әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіндіреміз. Яғни осы мақсатқа жету үшін алдағы берілген шығарманы жазушымен, өмірімен, шығармашылығымен жақсы танысып, меңгеріп алуымыз керек. Талап Сұлтанбеков 1930 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген қазақтың біртуар жазушысы. Талап Сұлтанбеков әдебиеттану саласындағы ерекше тұлғалардың бірі. Әдебиеттану саласына өзінің үлесін қосқан тұлғалардың бірі, жазушы, ақын. Талап Сұлтанбеков 1930 жылы Алматы облысының Ақсу ауданындағы мұғалімдер отбасында дүниеге келген қазақтың жазушысы. Яғни ата-анасы да мұғалім болған, сол мұғалімдер отбасында дүниеге келген екен. Алғашқы шығармаларын спорт тақырыбына арнаған. Талап Сұлтанбеков тұңғыш рет қазақ тілінде дойбы деген не, дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ атты көмекші кітап жазған спортшы. Қазақ әдебиетінің тарихында ғылыми фантастика жанрына тұңғыш қалам тартқан жазушы. Ғылыми қиял, яғни фантастика жанрына қалам тартып жүрген жазушы, шығармаларының тақырыбы сан алуан. Жасөспірімдерге арналған көшпелі алтын, жүрек тулайды, жалғыз ат, лұқпан кәкім, тізгін, темір еліне саяхат әңгімелеріне оқушыны қиялға, арманға жетелейді. Ол өз оқырманының ғылымның табиғи сырларына үңілуге, адам миы арқылы оның құдірет күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын айғақтайды. Жасөспірімдерге арналған көптеген шығармалар бар. Солардың ішіндегі көшпелі алтын, жүрек тулайды, жұлдыз ат, лұқпан кәкім, тізгін, темір еліне саяхат деп аталатын әңгімелері. Сонымен қатар спорт саласында дойбы деген не, дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ атты еңбектері де бар. Ғажайып планета аспан әлемінің жұмбақ сырын тануға деген адам санасының шексіз қиялын көрсететін шығармасы. Автор ғылымда дәлелденбеген, бірақ адам қиялы болжамаған мүмкіндіктерге оқырманның еркін ойлаумен жетелей отырып ғажайып құбылыстарға куә етеді. Жер планетасы оның серіктері арасындағы байланыстың барлығына көз жеткізеді. Соның қатарында Талап Сұлтанбекұлының дойбы деген, соның ішіндегі спорт саласында жазған алғашқы туындылары осы кісінің талабынан, шығармасынан көруге болады. Қазақ әдебиетінде Талап Сұлтанбеков сияқты спорт саласында жазған шығармалар аз. Жазушы кейіпкерлері нанымды, тілі жеңіл, шығармаларда ғылыми терминдермен қолданысы фантастикалық әңгіменің мақсат міндетінен туындаған.
жазушы ғылыми болжамдар бағанымен асып, оқырманның санасын серпілтер, бағытын жаңартар ой тастайды. Аспан әлеміндегі ізденістердің бәрі тек адам игілігі үшін жасалатынын танытады. Экипаж мүшелерінің жинап қайтқан материалдары өте құнды, оны аман-есен жерге жеткізуді бұлжымас борыш ретінде көрсету арқылы қандай да бір зерттеу ісіне адамның жауапкершілігімен қарау керектігін нұсқайды. Яғни Талап Сұлтанбековтың шығармалары ерекшелігімен ғана басқа жазушылардан қарағанда тақырыбы жағынан да ерекшеленіп, дараланып тұрады. Себебі Талап Сұлтанбеков аспан әлемі жайлы, соның ішіндегі спорт әлемі жайлы көптеген шығармалар жазған болатын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер Талап Сұлтанбеков деп аталатын әдебиеттану саласының бір тұлғасымен таныс болдыңыздар. Талап Сұлтанбеков әдебиет саласындағы ерекше жазушылардың бірі, себебі ол әдебиеттанудағы ерекше қырымен өзін көрсетіп қана қоймай, аспан әлемі жайлы, соның ішіндегі спорт әлемі, спорт жайлы көптеген кітаптарды жарыққа шығарған жазушыларымыздың бірі десек те болады. Соның ішіндегі дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ жайлы көптеген еңбектері бар. Аспан әлемінің ерекшелігін зерттеп, қарап, көрсеткен жазушылардың бірі. Сабағымызды осымен аяқтаймыз. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін сау-саламатта болыңыздар. Сабағымызды түсінгендеріңізді міндетті түрде кері байланысқа шығып